Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Bakdaulet. Бүгінгі видеода біздер нағыз ұлттық бірыңғай тестідегі маусым айында келген слив сұрақтарын талқылайтын боламыз. Бүгінгі видеода нағыз слив сұрақтарының 30 сұрағын бірге қарастыратын боламыз. Және бұл бізде почти толық нұсқа талдау жолымен көрсетемін. Және сондай-ақ бұл нұсқада оқылым бөлімінде қазір өте жиі кездесіп жатырған Harry Potterге байланысты тексті талқылайтын боламыз. Сондықтан да бүгінгі видеода сұрақты жаттамаңыздар. Барынша мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Сол кезде нағыз ұлттық бірыңғай тестіде ол сұрақ келмесе де соған ұқсас сұрақ келген кезде дұрыс жауап бере алатындай болуларыңыз қажет. Жақсы, олай болса бірінші сұрақ. The appropriate variant. Дұрыс нұсқасы. Treatment with water is called. Сумен емделу жолы қалай аталады? Treatment дегеніміз емделу. Енді мұнда бірден біздер hydrotherapy нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастыруымызға болады. Water деген сөз су. Енді су деген сөзбен тағы қандай сөз ассоциация береді? Мысалы hydro, гидро, бұл су деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұндай сұрақтардың жауабын білмесеңіз, логикаңыз іске қосыңыз. Енді нақты гидротерапия екен білмесеңіз де, бірақ сол гидро деген сөздің су екен көріп, яғни су терапиясы демек сумен емделу қажет деген секілді логика жасауыңыз қажет. Ал мұнда herbalism деген сөзде herb деген сөз, бұл бізде шөп деген сөз ғой. Демек шөппен емделу herbalism деген сөз деген секілді. Ал егер мысалы aromatherapy дегенде арома дегеніміз аромат, иіс. Демек иіспен емдеу aromatherapy. Дәл осылай логикаңызды қосып, ары қарай тестте осындай сұрақтар келсе дұрыс жауап беруге тырысыңыз. Екінші сұрақ. The synonym of private. Private приватный. Жеке не болмаса қандай да бір адамның өзгеге бөліспейтін бір дүниесі болуы мүмкін, заты болуы мүмкін. Енді қарайық. Favorite сүйікті, ал own дегеніміз ол қандай да бір нәрсені иелену. Мысалы, I own 3 companies. Менің 3 компаниям бар. Не болмаса I own 5 houses. Менің 5 өзімнің жекеменшік үйім бар. Окей. Нұсқасы public. Бұл көпшілікке қолжетімді, мысалы public transport. Бұл қоғамдық көлік. Lovely. Әдемі, сүйкімді. Weak, әлсіз. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда own сөзі мен private сөзі бір-бірімен не болады екен? Синонимдес сөздер болып табылады екен. Үшінші сұрақ. The different ending of the plural form. Енді мұндағы зат есімдердің аяқталуы s-пен аяқталады. Қайсысында бөлек, ал қайсысында барлығына бір-біріне ұқсайды. Көрейік. Мұнда wife, ол бізде болады wives. А нұсқасы басқаша екен. F нұсқасын көрейік. F нұсқасында мұнда safe деген сөз. Safe бұл ақша, не болмаса қандай да бір құнды дүниелер сақтайтын safe, Ал енді сейфтер болу үшін онда ол safes болады. Жай ғана қарапайым S шалғанатын мынаған. Анда wolf, қасқыр, wolves болса онда қасқырлар болады. Leaf, жапырақ, leaves болса онда leaves деп атайды ғой. Жапырақтар. Knife, пышақ, knives болса онда пышақтар. Сонда ерекшеленіп тұрған тек в нұсқасы. Окей. Төртінші сұрақ. The appropriate variant. Дұрыс нұсқасы. There is no for permission. Енді қараңыздар. Мұнда no need plus to verb one деген құрылым бар. Яғни қандай да бір сіз нәрсенің керек емес екендігін айту үшін there is no need to help me. Не болмаса there is no need to write down your name деген секілді сөйлем құрастыра аласыз. Сондықтан да no need plus to verb one болу тиіс. Енді қай жерде бар? There is no need to plus verb one. Мінекей нұсқасына сәйкес келеді екен. Келесі, бесінші сұрақ. The appropriate modal verb. Дұрыс модальды етістік. The USA teenagers. Енді teenager сөзі көпше түрде тұрған зат есім. Демек, мұнда
is дегеніміз бұл жекеше түрдегі сөйлемдерге құрылады ғой. Және сондай-ақ мұндағы am дегеніміз тек айдан кейін келеді. Ал мұнда teenagers ол they болып табылады. Сондықтан v және e нұсқаларын дұрыс емес деп қарастыра аламыз. Енді мұнда has дегенде қарайық. Has дегенімізде бұл жекеше түрде he she'ге ғана қолданады. Ал мұнда they болып тұрғандықтан d нұсқасына сыз тастай аламыз. Must do не болмаса can. Енді қайсысы дұрыс? Жалпы ереже бойынша модальды етістіктен кейін етістік бастапқы бірінші формасында to инфинитивінсіз келу тиіс. Сонда мұнда must дегеннен кейін to инфинитивін қойып қойған екен, демек бұл ереже бойынша қате деген сөз. Дұрыс жауап болады онда тек с нұсқасы. The USA teenagers can vote at 18. Алтыншы сұрақ. The odd word according to the part of speech. Енді мұнда артық сөзі табыңыз дейді. Артық сөз қайсы? Бірінші, journalist. Journalist зат есім. Okay. Unfriendly. Friendly дегеніміз жүзі жылы және досшыл деген сөз. Ал unfriendly жүзі жылы емес. Салқын не болмаса досшыл емес. Жақтыртпайтын адам. Яғни қандай сын есім. Okay. Ecology экология зат есім. The happiness бақыт зат есім. Environment қоршаған орта зат есім. Сонда бұл жерде басқа сөз болып табылатын сөз ол unfriendly сын есім. Дұрыс жауап в болып табылады. Жетінші сұрақ. The appropriate variant. Дұрыс нұсқасы. Health above wells my mother. Енді мұнда health is above wells деген мақал бар. Яғни байлықтан денсаулық қымбат. Енді мақалдар әрдайым белгілі бір шақ бойынша жасалмады. Мысалы, әбден орны қалыптасқан мақалдардың бірі осы health is above wells. Енді оны біздер өткен шаққа не болмаса келер шаққа өзгерте алмаймыз. Мақалдар өзгермейді. Сондықтан да мұнда was және were деп өзгерткендерді алып тастаймыз қате ретінде. Health are деп айта алмаймыз. Health себебі бұл денсаулық саналмайтын зат есім. Енді тек с не болмаса е нұсқасы. Енді менің қателеспесем ютуб каналымда used to құрылымына байланысты толық түсіндірген видео сабағым бар. Сол видео сабақта не еді? Used, одан кейін бар міндетті түрде to, одан кейін verb 1 келу тиіс. Used verb 1 деген жоқ. Мына жерде міндетті түрде to болса, егер дұрыс жауап болушы. Сондықтан с нұсқасында қате деп белгілейміз де, дұрыс жауап тек е нұсқасы болып табылады. Сегізінші сұрақ. The correct variant. Дұрыс нұсқасы. Some books in my bag. Енді some деген саналатын зат есім және books көпше түрдегі зат есім. Демек көпше түрдегі зат есім болғандықтан мұнда is дегендердің барлығын не істейміз? Алып тастай аламыз. Және мұнда there aren't any books, мына жерде some орында any болса, онда мынау е нұсқасы дұрыс болушы еді. Some дегеніміз бұл болымды түрдегі сөйлемдерде қолданылатын болғандықтан дұрыс жауап ретінде тек д нұсқасы табылады. Тоғызыншы сұрақ. Affirmative sentence. Affirmative sentence болымды сөйлем. I don't like negative. Didn't move negative. Where do you go on holiday? Question word, question sentence. Does he question sentences? My mother does the housework. Мінеки мынау болымды affirmative sentence. 10-шы сұрақ. The correct variant. Дұрыс нұсқасы. He became famous for his theories of evolution and natural selection. Эволюция және табиғи сұрыпталу теориясына байланысты атақты ғалым ол Чарльз Дарвин. В нұсқасы. Және сондай оқушылар ұлттық бірыңғай тест тапсыруға байланысты енді алда тек бір не болмаса 2 күн ғана уақыттарыңыз қалды. Егер көріп отырған болсаңыздар. Енді немен дайындалсам болады деген сұрақ көпшіліктеріңізді мазалап жүрген шығар. Бұл жерде сіздерге беретін менің ең маңызды кеңестерімнің бірі тек нұсқа талдау сабақтарын көріп,
тесттің форматымен танысуға көбірек уақыт жұмсаңыздар. Себебі бір күннің ішінде осы уақытқа дейінгі өткен барлық грамматикалық тақырыптарды қамтып, қарап, үйреніп шығу ол мүмкін емес. Тіпті үйренген күннің өзінде де олардың барлығы сіздің ұзақ мерзімді жадыңызға өтіп кетпейді. Себебі тестте сіздер стрессте отырғандықтан сіздердің қысқа мерзімдегі жадыңызда сақталған ақпараттарды естеріңізге түсіру мүмкін емес. Мінекей, сондықтан да өздеріңізді қатты қинамай, тек барынша осы тесттердің нұсқа талдау сабақтарын көріп, форматымен танысуға уақыттарыңызды жұмсаңыздар. Егер әлбетте 3-4 сағат үздіксіз дайындалуға уақыттарыңыз болса, онда менің премиум сабақтарымды көрсеңіздер болады. Әлі күнге дейін жазылу жалғасуда. Мүмкін сіздерге көмегі болса, онда неге оған да қатысып көрмеске. Жақсы. 11-ші сұрақ. The appropriate variant, дұрыс нұсқасы. I don't want. Енді I subject, don't want verb, одан кейін міндетті түрде бізде object болу тиіс. Енді қайсы бізде object болып табылады? Мұнда sans бұл object емес, бұл бізде тәуелділік апострофы. Of дегеніміз бұл тәуелділік мағынаны беруші демеулік, сондықтан бұнда дұрыс жауап ретінде алып қарастыра алмаймыз. Мінекей мұнда тәуелділік апострофы. Of, son, sans, мына жерде тағы бір зат есім болу тиіс мынаның алдында, мынаның алдында да бір зат есім болу тиіс. Енді мынаның алдында етістік болса, мұнда my son to go away деп айта аламыз. I don't want my son to go away. Түсінікті ғой. 12-ші сұрақ. The year 1500, яғни 1500 жылды ағылшындар қалай айтады деп сұрап тұр. 1500 жылды ағылшындар 1500 деп атайды. 1500 деп. Себебі, қараңыздар, соңы 2 нөлмен аяқталып тұр. Енді ағылшындарда соңы 2 нөлмен аяқталса, онда алдыңғы ондықты және одан кейін бір жүздікті қосып айтады. Сонда қарайық, 1300 жыл болса, онда 1300 болады. Ал 1900 жыл болса, онда 1900 болады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан В нұсқасын дұрыс жауап ретінде алып қарастырамыз. 13-ші сұрақ. The correct form of noun. Зат есімнің дұрыс формасы. How many are there? Енді, мұнда түбір сөзінен бірден алып қарастырамыз. Cup деген сөз шыны. Шынылар деген сол cups, Е нұсқасы. Өте оңай. 14-ші сұрақ. The appropriate variant. Дұрыс нұсқасы. Infinitive is used without to after the verb. Яғни, to инфинитивінсіз қай осы күрделі толықтауышта етістікті қолданамыз деп тұр. Яғни, қай етістіктен кейін бізде жалаң болып келу тиіс етістік. Неке? See, watch, observe, notice, hear және feel етістіктерінен кейін етістік тусіз келеді. Етістіктің жалғыз өзі бастапқы бірінші формасы инфинитив тұрғысында келеді. Мысалы, I see him watch деп айта аламыз. Ал I like him to watch болып кетеді. I like him watch деп айта алмайсыз. Сондықтан да А нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Комплекс объектке байланысты өте көп сұрақтар келеді. Сондықтан да мына аталған 6 етістікті жаттап алсаңыздар, өздеріңізге болашақта да үлкен пайдасын береді деп ойлаймын. 15-ші сұрақ. The appropriate variant of conditional second. Екінші шартты сөйлемді табыңыз. If I were a bird, I fly home. Енді қараңыздар. Second conditional'сың формуласы біріншісі past simple болса, онда екіншісі не болады? Would, не болмаса could plus verb one болу тиіс. Мұнда қайсы бізде could дұрыс жауап болып табылады. Өте қарапайым. Себебі will'дің өткен шағы would, can'ның өткен шағы could. 16-шы сұрақ. Complete the sentence сөйлемді толықтырыңыз дейді. Compulsory school in Britain is between. Ұлы Британиядағы міндетті мектепке бару уақыт қай жас аралықтарын қамтиды дейді. Әлбетте ол 5 және 16 жас аралығын қамтиды.
17-ші сұрақ. The correct compound noun. Compound бұл бізде біріккен не болмаса күрделі сөз деп қарастырамыз. Енді бұл жерде қайсы күрделі біріккен сөз? Ол әлбетте А нұсқасы strawberry. Жалпы straw деген сөздің өзі ол сабан. Ал berry дегеніміз жидек. Яғни сабан жидек ол бізде құлпынай. Қазақша. Окей. 18-ші сұрақ. Correct variant. I David Copperfield for 2 weeks, but I haven't finished it yet. Енді мұнда for 2 weeks дегеніміз 2 апта бойына деп тұр. Демек, мұнау қандай да бір процестің ұзақ уақытқа созылғандығын білдіретін етістіктің шағы деген сөз. Енді қандай да бір іс-әрекет өткен шақтан басталып, осы уақытқа дейін созылып, бірақ әлі күнге дейін өзінің актуалдылығын жоғалтпаса, онда ол дегеніміз бізде present perfect continuous шағы. Ал present perfect continuous шағы мұнда I have been reading нұсқасы. 19-ші сұрақ. The appropriate variants of the idiom. Blow your own. Енді мұнда blow дегеніміз үру, your own өзіңнің неңді. Мұнда суретте көріп тұрғандарыңыздай бұл музыкалық аспап сырнай. Не қателеспесем. Енді бұл сырнайдың ағылшынша атауы бұл trumpet деп аталынады. Яғни blow your own trumpet бұл өзіңнің қандай да бір жеткен жетістігің туралы өзгеге білсін деген ниетпенен көрсету үшін мақтану, өте көп мөлшерде мақтану. Ағылшындарда өте жиі қалыптасқан don't blow your own trumpet. Яғни өзіңнің жеткен жетістігіңді айтып мақтанба деген өте жиі қалыптасқан фраза бар. Мінекей сол жердегі идиома blow your own trumpet мінекей сіздерге ұлттық бірыңғай тестте сұрақ болып келіп тұр екен. H нұсқасы бір ғана сұрақ жауап болып табылады. 20-ші сұрақ. The correct sentences. Дұрыс сөйлемдерді табыңыз дейді. А нұсқасы. There are doctors in the hall. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда белгісіздік артиклі, A, ол жекеше түрдегі зат есімдердің алдында қолданады. Көпше түрдегі зат есімдердің алдында қолданылмайды. Сондықтан А нұсқасын дұрыс емес деп белгілей аламыз. There is some girls. There are some girls болу тисе, дұрыс сөйлем болу үшін. There is a boy in the room. No, дұрыс. There are some bottles on the table. Дұрыс. There are some cheese. Енді cheese деген сөз ол саналмайтын зат есім, сондықтан мынау is болу тиіс. There is dictionaries. There are dictionaries болу тиіс. There is a teacher in the hall. Дұрыс. There is some apples. There are болу тиіс. Мына жерде қателік бар екен. Сондықтан дұрыс жауап ретінде біздерде J, D және С нұсқаларын белгілей аламыз. 21-ші сұрақ. The appropriate variants of verbs. Етістіктердің дұрыс нұсқаларын табыңыз дейді. I have already got used to. Енді used to құрылымы бірінші емес екінші сұрақ болып келіп тұр. Бір тесттің өзінде. Used to, яғни got used to деген кейін міндетті түрде я геронди, не болмаса зат есім келу тиіс. Енді геронди мен зат есімді іздейік. Reading етістіктің үшінші формасы, wrote екінші формасы, write бірінші формасы, writing геронди, be writing be етістіктің бастапқы бірінші формасы, have етістіктің бастапқы бірінші формасы, be бірінші формасы, зат есім болып табылмайды, must модальды етістік. Сонда дұрыс жауап болып тек д нұсқасы табылады екен. 22-ші сұрақ. The odd compound noun. Бұл жерде артық біріккен не болмаса күрделі зат есімді табыңыз дейді. Sightseeing. Бұл көрікті жерлер, бұл ғимараттарға байланысты айтылады, Окей. Ill-mannered. Бұл адамға байланысты. Well-equipped. Well-equipped деп ғимараттарға да және адамдарға да айтыламыз. Мысалы, I am well-equipped with a great knowledge of psychology. Мысалға. Broad-minded. Бұл адамның қандай да бір салада не болмаса
біліктілігін көрсететін, оның қабілеті, well paid. Бұл да адамға байланысты айтылады. Мысалы, I'm a well paid lawyer. Мен жалақысы өте көп заңгермін. Мысалы, headquarter бұл бас штаб. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының бас штаб пәтері қайда десе, мысалы, сол кездегі бас штаб деген сөз ол headquarter. Бұл демек ғимаратқа байланысты. Old fashioned адамға байланысты, және self-confident бұл да адамға байланысты. Сонда дұрыс, яғни бұл жерде артық болып тұрған менің ойымша sightseeing және headquarter. Ал қалғандары басқа мағынада қолданады. Және сондай-ақ көріп тұрғандарыңыздай мынау зат есім, sightseeing дегенімізде зат есім, ал қалғандарының барлығы бұл сын есім болып табылады. Окей. 23-ші сұрақ. These sentences with gerund. Герунди бар сөйлемді табыңыздар. Please be quiet, I am working. Мұнда етістік ретінде қолданып тұр, себебі I am working бұл present continuous жағы. I regret not taking. Мұнда уже бұл дұрыс герунди болып табылады, себебі regret етістігінен кейін етістік келсе, онда ол герундиге айналып кетеді. The next meeting. Meeting бұл қарапайым зат есім, итаки. There is a swimming pool. Swimming pool дегеніміз бұл итаки өз зат есім. Жүзу бассейні, орын қалыптасқан. Did you have a car when you were leaving? Past continuous жағы. Did you succeed in solving? Енді қараңыздар. In дегеніміз ол preposition. Prepositionнан кейін етістік келсе, онда ол герундиге айналып кетеді. Сонда дұрыс жауап болып табылады екен вариант. You are making too much noise. Present continuous жағы. Evening. Мына жердегі ing негізі бұл жалғау емес, сөздің түбіріндегі кездесетін әріп болып табылады. Сондықтан бұл да дұрыс жауап болып табылмайды. Тек дұрыс жауап болып мінеке мынау және I regret not taking your advice нұсқасы. 24-ші сұрақ. General questions. Не болмаса general questions'ты yes no questions деп атайды. Яғни сұрақтың жауабы иә, не болмаса жоқ болу тиіс. Do you like tea or coffee? Енді мұнда or таңдауды білдіріп тұр. Яғни осындай сұрақтың ішінде or шылау келсе, онда оны alternative questions деп атаймыз. Where does she live? Сұраулы сөйлем. Where сұраулы сөзімен басталып тұр. Ол бізде special questions, Can you help me? Yes or no? Болып табылады жауабы. Дұрыс. General questions болып табылады. What is your name? Бұл special question. The weather is good, isn't it? Isn't it? Бұл tag question. Does he travel a lot? Yes or no? Мынау бізде general questions болып табылады. Себебі оның жауабы иә, не болмаса жоқ болып табылады. How old are you? Бұл special question. Who knows American actors? Мынау да бұл who special questions болып табылады. Дұрыс жауап ретінде мінеке мына және can you help me? Does he travel a lot? Нұсқалары болып табылады екен. 25-ші сұрақ. Passive voice. Passive voice'тың формуласын естеріңізге түсіретін болсақ, ол етістіктің жағына байланысты to be plus verb 3 болу тиіс. He is coming, present continuous жағы, active voice. Has been coming, бұл present perfect continuous жағы, active voice. He works hard, бұл present simple, active voice. He was coming, past continuous, active voice. He will have come, future perfect, active voice. He has been told. Мінеке мынау уже бізде present perfect, passive voice болып табылады. Мынау дұрыс жауап екен. He will come, future simple, active voice. He has come before 9 o'clock. Уже мынау present perfect, active voice. Passive voice болып тек мұнда he has been told to come at 9 o'clock варианты дұрыс жауап болып табылады. Енді қараңыздар, мұнда to be етістігі бар және одан кейін verb 3 келіп тұр формула бойынша. Өте қарапайым.
Енді мәтіндік тапсырма Harry Potterге байланысты. Бірден мәтінді оқымаңыздар, сұраққа көшіңіздер. Сұрақты оқу арқылы ішінде кілт сөздерді белгілей отырып, дұрыс жауабын табуға тырысыңыздар. Енді қарайық. Who did write the book Harry Potter? Гарри Поттер кітабын кім жазған? Енді мұнда people all over the world know the name Harry Potter. He is famous character from a series of fantasy books. Фантазия book, кітап by J.K. Rowling. Яғни by дегеніміз сол кітапты жазған автордың кім екендігін білдіріп тұрған бізде preposition. Сонда ол J.K. Rowling нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Тағы бір өте қызық факт, J.K. Rowling бұл ең бірінші миллиардер автор жазушы. Қазіргі таңдағы ең бай автор жазушы болып табылады. Қателеспесем, оның байлығы 1 миллиард доллардан асады қазіргі таңда. Окей, келесі 27 сұрақ. The main benefit of the phoenix is Phoenix, I guess, Феникстің негізгі benefit дегеніміз пайда. Яғни феникс сөзімен benefit сөзін істейміз, мәтіннің ішінен іздейміз. Енді мәтінде қай жерде феникс туралы айтылған? Соған тоқталайық. Мінекей. He has got a very special pet. It is a phoenix called Focus. Мінекей phoenix деген сөз бар. Phoenixes are beautiful birds with colorful feathers. They live for 100 years. Then they catch fire and turn back into baby birds. The tears of the phoenix are magical and can help. Енді қараңыздар, help деген сөзбенен benefit сөзі бір-бірімен не болады? Синонимдес сөздер болып табылады. Ары қарай оқиық. Can help people when they get hurt. Яғни адамдар жараланған кезде оның жасы не істейді екен? Адамдарға көмектесе алады екен. Енді мұнда treatment деген сөз жаңа айтып өткендей емдеу, жазу, жараны жазу деген мағына келеді. Мынау келеді ме? Нұсқасы Ал weakness дегеніміз бұл бізде әлсіздік деген мағына береді. Wisdom ақыл, death өлім, power күш деген сөз. Қалғандар келмейді, тек нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. 28-ші сұрақ. How long do the special bird live? Әлбетте, special деген сөз жаңа көрдік мұнда. Special, pet, ол қандай pet? Beautiful bird. Special bird, окей. Қанша жыл өмір сүреді екен? They live for 100 years. Олар 100 жылға жуық өмір сүреді екен. Енді мұнда fortnight дегеніміз 2 апта, decade 10 жыл, century 100 жыл, millennium 1000 жыл, 100 hours 100 сағат. Мұнда дұрыс жауап болып тек нұсқасы табылады екен. Окей, өте оңай болып жатыр. 29-ші сұрақ. They have got the head, wings of an eagle and the body and back legs of a horse. Енді мұнда back сөзінің астында қайсы синоним болып табылады? Әлбетте өте center орталық, upper жоғары, for дегеніміз алдыңғы, middle ортасы, behind артқы деген сөз. Back артқы жақ, behind ол да артқы жақ деген сөз. Сонда нұсқасы дұрыс жауап. Және соңғы сұрақ. According to the text, who knows a lot about astronomy? Мәтінге сәйкес астрономия туралы кім өте көбірек біледі? Енді астрономия деген сөз ол бізде кілт сөз. Астрономия өздеріңіз білетіндей бұл жұлдыздармен байланысты ғылым. Енді осы астрономия не болмаса осы астрономия сөзі синонимдес сөздер қай жерде кездескен? Неке соны мәтіннің ішінен іздеп көрелік. Қателеспесем, мына жерде stars деген сөз бар екен. Қараңыздар. They are very wise and they know all about stars. Енді they дегеніміз не? Әлі білмейміз. Егер осындай they деген сөз келсе, онда алдыңғы сөйлемді оқуымыз қажет. Себебі бұл мынандай осы есімдік алдыңғы сөйлемге сілтеу беріп тұр. They are half man and half horse. Неке тағы да бір сөйлем алға жылжимыз. Many centaurs live in the wood behind Harry's school. Centaurs. Қателеспесем, кентавр деген сөз,
яғни кентаврлар мінекей орманда Гарридің мектебінің жанында өмір сүреді дейді. Және олар өте ақылды, жұлдыздар туралы барлығын, жұлдыздар мен планеталар туралы барлығын біледі деп тұр. Демек, centaurs нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Жалпы бүгінгі нұсқа талдау сабағы осымен тәмам оқушылар. Менің ютуб каналыма жазылып, және басқа да осы нұсқа талдау сабақтарымды міндетті түрде мұқият үзбей көріп тұрыңыздар. Сол кезде міндетті түрде ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл жинай алатын боласыздар.